Алаш арыстарын ұмытпаймыз. Микаил Абайұлы 1884-1931 жылдар аралығында өмір сүрген, алаш қозғалысына қатысушы. Абайдың әйгерімнен туған баласы. Жас кезінде мұсылманша сауат ашқан, орысша да білім алған. Микаил ағасы Тұрағұлмен бірге Ақшоқы маңындағы Тышқан деген жерде мекендеген. Ол Абай өлеңдерін түгелдей дерлік жатқа білген. Микаилдің Абай туралы әңгімелерін Мұхтар Әуезов жас шағында көп естіген. 1917 жылы патша өкіметі құлағаннан кейін Алаш партиясы жетекшілерінің ықпалымен жастардың талапатты мәдени ағарту ұйымын құрып, өзі ұйымның төрағасы болды. Осы ұйым арқылы бүкілресейлік құрылтай жиылысына сайлау науқанында Алаш партиясын қолдау үшін халық арасында үгіт-насихат жүргізді. Семейде Абай журналын шығаруға қаржылай демеушілік жасаған. Елді кеңес үкіметі түпкілікті орнағаннан кейін қуғын сүргінге ұшырап, 1931 жылы Тобықты руының 70 адаммен бірге атылып кеткен. Алаш арыстарын ұмытпаймыз. Ақпарат ұнаса лайк бас, арнаға қолдау көрсет.